саламатсыз ба? Бастай беріңіз апай. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен нөмір 225 орта мектептің физика пәнінің мұғалімі Сағымбаева Жансәуле Айдындақызы. Бүгінгі сіздердің назарларыңызға ұсынатыным мектепте физиканы оқыту әдістемесі білім ізденіс тәжірибе тақырыбындағы әдістемелік нұсқаулық. Жалпы жұмыстың мақсаты физика ғылымының негізімен оның негізгі ұғымдарымен, заңдарымен таныстыру, оқушыларға қоршаған әлемнің жаратылыстану ғылыми көрінісін және жаратылыстану ғылыми зерттеулердің негізгі әдістемелерін меңгерту, өзектілігі жалпы міндетті білім берудің мемлекеттік стандартында көрсетілген білім алушылардың даму үстіндегі іргелі физикалық теориялардың біртұтас жүйесі түрінде көрініс беретін әлемнің шынайы физикалық бейнесі арқылы ғылыми дүниетанымын қалыптастыру, білім алушыларға табиғат пен оны танып білу туралы білімнің қисынды жүйесін қалыптастыру. Жұмыстың жаңашылдығы нұсқаулықта оқу материалын оңай меңгеруінің тиімді әдістері мен тәсілдері және мұғалімнің әртүрлі әдістемелік түсіндіру амалдары көрсетілген, оқушыларды танымдық және практикалық іс-әрекетте дұрыс методологиялық тәсіл жасауға үйретуге негізделген. Жұмыстың ғылымилығы табиғатты танып білудің қазіргі заманғы ғылыми әдістерін, ғылыми жаңалықтарды адамзат мүддесі үшін кеңінен қолдану. Жалпы әдістемелік нұсқаулық әдістемелік нұсқаулықтың мазмұны, яғни 7 бөлімді қарастырған. Соның ішінде бірінші бөлім физиканы оқытудың мақсаттары мен міндеттері бөлімінде физика ғылымының негізі мен оның негізгі ұғымдарымен, заңдарымен, теориясымен таныстыру қарастырылған. Екінші, оқушыларда физикалық білімді қалыптастыру бөлімінде жалпы білім беру ұйымдарына арналған бағдарламада оқушылар меңгеруге тиісті білім элементтері, яғни экспериментальдік фактылар, ұғымдар, заңдар, теориялар, физика ғылымдарының әдістері, әлемнің физикалық бейнесі, физика заңдарын техника мен технологияда қолданылуы көрсетілген. Үшінші бөлім, яғни оқушылардың физикалық ойлау және шығармашылық қабілеттерін дамыту бөлімінде 10 сыныпқа арналған газдардың қасиеттері тарауы бойынша талдау сабағы қарастырылған. Яғни бұл бөлімде оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуда эксперименттік есептер, шығармашылық жаттығулар, зерттеушілік лабораториялық жұмыстар, тапқырлыққа баулитын әртүрлі тапсырмалар беру керектігі мысал ретінде қарастырылған. Төртінші, физиканы оқытудың жаңа педагогикалық технологиялар бөлімінде сабақта қолданылатын техникалық құралдар, білім беруде қолданылатын ақпараттық технологиялар, оқушылардың шығармашылық және ойлау қабілетін дамытуға әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдануға мысалдар қарастырылған. Бесінші бөлімде, яғни қазақтың әдет ғұрып салт санасында кездесетін кейбір элементтерді физика сабағында қолдау бөлімінде 7 сыныпта деформация тақырыбын өткен кезде, яғни деформацияның түрлеріне мысалдар келтіргенде қазақтың киіз үйінің сүйегін, уық, кереге, шаңырақ, күлдіреуіш, яғни осы киіз үйдің сүйегін иілу, бұралу, созылу, ығысу деформацияларына ұшырауын айтуға болады. Және де 7 сыныпта тепе теңдік шарты, массалар центрі сабағын өткен кезде осы киіз үйдің орнықтылығы барынша жетілдірілген және барлық тепе теңдік шартына негізделген дәлелдеуге болады. Ал 9 сыныпта акустикалық резонанс тақырыбын өткен кезде, яғни қазақтың ұлттық аспабы домбыраның құрылымдық элементтерінің қызметін жалпы физиканың күрделі заңдарымен түсіндірілетін, яғни акустикалық аспап ретінде түсіндіруге болатынын айтып кеткен. Келесі бөлім, 6-шы бөлім, бұл физиканың оқу бағдарламасында қолданбалы курстардың маңызы бөлімі. Бұл бөлімде жалпы қолданбалы курстардың тақырыптары, мысалы механика, оптика, атом және атом ядросы физикасы тағы басқа.
Ал оқу бағдарламасына кірмейтін негізгі курстың жеке бөлімдері тереңдетіліп оқылатын арнайы элективті курстар болып табылады. Яғни бұл элективті курстарға гидроаэродинамика, Максвелл теңдеулері, плазма физикасы сияқты тақырыптар алуға болатыны түсіндірілген. Жетінші бөлім бұл физикалық сыныптан тыс жұмыстардың маңызы мен мақсаты бөлімі. Бұл бөлімде мұғалімнің, яғни мынандай мақсаттарды жүзеге асыру керектігі көзделген. Бірінші, физикалық техникалық білімдерін тереңдету, екінші, шығармашылық қабілетін арттыру, политехникалық дағдыларын қалыптастыру, және төртінші, оқулықпен, ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеуге үйрету көзделген. Бұл әдістемелік нұсқаулық өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Қызылорда облысы бойынша, яғни педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының 2023 жылғы 1 ақпандағы сараптау кеңесінде қаралып баспаға ұсынылды. 2023-2024 оқу жылынан бастап өз тәжірибемде қолданып келемін. Және де осы тәжірибемде қолданғандағы менің жеткен мынандай нәтижеге жете алдым. Яғни оқушылардың физика пәніне деген қызығушылығы артты, және де білім сапасы 75%-ға артқанына көз жеткіздім. Оқушылардың физика пәнінен дағдыларын қалыптастыру тақырыбында баяндамаларым республикалық халықаралық журналдарда жарияланды. Және де оқушылардың ОБТ, олимпиада, пәндік олимпиадалар, ғылыми жобаларда, шығармашылық конкурстарда аудандық, облыстық, республикалық кезеңдеріне қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Сонымен қорытындылай келе, теориялық білім мен адамзат қызметінің әртүрлі салаларындағы практикалық қолданылуын органикалық түрде үйлестіру, оқушылардың физикалық экспериментті орындай алу дағдысын дамыту, пәндердің маңызды жетістіктерімен және қазіргі заманғы қолданысымен таныстыру, оқушылар білімдері мен біліктерін адам мен іс-әрекеттердің әртүрлі салаларында, сондай-ақ тұлғаралық қарым-қатынас пен әлеуметтік қатынастарда өмірлік міндеттерді шешу үшін пайдалануды қамтамасыз етеді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Жүз отыз төрт, бастай беріңіз. Дайынбыз, жақсы. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Сіздерді физика пәнінен қиындық деңгейі жоғары есептерді шығару атты авторлық бағдарламамен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Мен Қызылорда облысы Қазалы ауданы Шәкен ауылы нөмір 134 орта мектебінің физика пәнінің мұғалімі Жақсылықова Зәуре Әзімбайқызы. Ұсынып отырған физика пәнінен қиындық деңгейі жоғары есептерді шығару атты авторлық бағдарлама мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес жоғары сынып оқушыларының физика пәнінен сауаттылығын көтеруге құрастырылған. Мұнда заман талабына сай жеке тұлғаны тәрбиелеп шығару мәселесі басты нүкте етіп қойылған. Сол мақсатты жүзеге асыру барысында бәсекеге қабілетті, жан-жақты, сауатты, құзыреттілігі мен біліктілігі жоғары азаматтарды дайындап шығару ісінде мұғалімдер қауымына да қойылатын талап тілектер сандық, сапалық тұрғыдан арта түсті. Осыған орай бағдарламаның мақсаты оқушылардың негізгі курста алған білім және біліктіліктерін физикалық есеп шығару дағдыларын жетілдіру, шығармашылық қабілеттерін дамыту. Міндеттеріне келетін болсақ, физикалық заңдарды терең түсіндіру, физикалық құбылыстарды талдау, есеп шығаруда тиімді жолын таба білу, өзін-өзі бақылау және бағалау әдістерін меңгеру, оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, өздігінен білім алуға баулу. Бағдарламаның өзектілігі. Бұл бағдарлама оқу жоспарының вариативті бөлігінің оқу бағдарламалары және элективті курстарды әзірлеу барысында әзірленді. Бағдарлама мазмұны аптасына 1 сағат, жылына 34 сағат жүктемемен берілген. Бұл курс бағдарламасы мемлекеттік міндетті білім стандартына сай және мектеп бағдарламасының физика пәнінен профильдік оқыту мазмұнына сәйкестендірілген. Ол пән мұғалімінің оқушылардың алған білім және білік дағдыларына бағыттайды. Оқушылардың физикаға деген
және физикалық есептерді шығаруға деген қызығушылығын арттыру қажет. Бұл бағдарлама осы мақсатқа жетуге септігін тигізеді. Бағдарлама жалпы 3 бөлімден тұрады. Кіріспеде өзектілік, мақсат, міндеттер қарастырылады. Негізгі бөлім, яғни нормативті бөлімде күнтізбелік тақырыптық жоспар 34 сағатқа жоспарланған, және есептердің түрлері мен әдістері талқыланған қысқа мерзімді жоспарлау бар. Қорытындыда нәтижелер мен перспективалар баяндалады. Мына жерде осы 34 сағатқа негізделіп жасалынған күнтізбелік тақырыптық жоспарлау үлгісін көрсетіп кеттім. Яғни бұл жерде кинематика, динамика, статика, энергия бөліміне есептер, молекулалық кинетикалық теория, Менделеев Клапейрон теңдеу, идеалдар заңдары, жылу машинасының жұмыс істеу принципі, Карнот циклы, механика, молекулалық физика, электродинамика бөлімдеріне практикалық және лекциялық сағаттармен 34 сағатқа негізделіп жасалынған күнтізбелік тақырыптық жоспар. Және де оның жанында осы тақырыпқа негізделіп жасалынған қысқа мерзімді жоспарлаудың үлгісі. Күтілетін нәтижелер: білімі мен білігі тереңдеп, білім деңгейінің артуы, физика пәнінен меңгерген білім дағдыларын басқа пәндерден алған білімдерімен ұштастыра біледі. Және де есеп шығару дағдыларының жетілуі, яғни есеп шығаруда әртүрлі әдістерді қолдану негізгі алгоритмдер бойынша білімдерін кеңейтеді. Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық және олимпиадаларда жоғары нәтижелерге қол жеткізу. Және осы жерде мен оқушыларымның физика пәніне деген қызығушылығының артуы нәтижесінде алған жетістіктерін осы жерде көрсетіп кеттім. Физикалық білімнің ең маңызды қасиеті мектепте оқытылатын физика есептерімен жұмыс істей білуді қалыптастыру болып табылады. Физика есептерінің шарты, мағынасы, мазмұны оқыту мақсатына байланысты бірнеше түрге бөлінеді. Физикалық есептер жалпы берілу тәсілдеріне қарай негізгі 4 түрге бөлінеді. Олар мәтіндік есептер, эксперименттік есептер, графиктік және сурет бойынша берілген есептер. Ал олардың әрқайсысы өз кезегінде сандық және сапалық болып бөлінеді. Енді бір есептер оқушыларға шығармашылық мақсатта беріледі. Мұндай есептерге техникалық мазмұндағы есептер жатқызуға болады. Оқушыларды физикаға тарту мақсатында мұғалім түрлі қызықты есептерді таңдау керек. Қазіргі уақытта физика пәніне бөлінген сағат санының азайып кетуіне байланысты оқулықтағы есептерді шығаруға уақыт жетпей қалған жағдайда, яғни бұл бағдарламаның практикалық және дүниетанымдық мәні зор. Оқушылардың физикалық білімді практикада қолдана білу икемділіктерін дамытуға көмегін тигізеді. Бұл бағдарламаны құрастырудағы негізгі мақсатым оқушылардың ойлау қабілетін дамыту, іскерлікке дағдыландыру, өзін-өзі бақылауға және бағалауға мүмкіндік беру, шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру. Бұл жөнінде бағдарламаның білім саласына қосар үлесі үлкен зор болып табылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен рахмет. 134 аяқталды. Belgi veremiz yani belgi veremiz. Belgi veremiz. Seviniz. Саламатсыздар ма? Мен номер 103 Қашақбаев Тұрымов атындағы номер 103 орта мектептің физика пәнінің мұғалімі Қыдырбаева Әсел. Бүгінгі келіп отырған авторлық жұмысымның бағдарламаның тақырыбы жасанды интеллект және физикалық құбылыстарды модельдеу 10-шы сынып оқушыларына арналған.
Жалпы авторлық бағдарламаның негізгі мақсаты оқушыларға жасанды интеллекттің физикалық құбылыстарды модельдеудегі рөлін түсіндіру, деректерді өңдеу, талдау және модельдеу әдістерін үйрету. Бағдарламаның міндеттері жасанды интеллект негіздерін түсіндіру, екінші физикалық құбылыстарды модельдеу, үшінші практикалық зерттеу дағдыларын қалыптастыру, төртінші цифрлық мәдениет пен жауапкершілікті қалыптастыру, бесінші пайдаланушылардың ғылыми зерттеу дағдыларын дамыту болып табылады. Жалпы бұл бағдарлама аптасына 1 сағат 34 сағатты қамтыды. Факультативтік курс төмендегідей 3 бөлімді қарастырады. Бірінші бөлімде жасанды интеллект және физика негіздері 11 сағатқа арналған. Бұл бөлімде жасанды интеллект ұғымы, оның физика саласындағы рөлі мен даму тарихы қарастырылады. Жасанды интеллекттегі құбылыстарды зерттеуде және модельдеуде қолдану әдістері түсіндіріледі. Сондай-ақ жасанды интеллект көмегімен деректерді өңдеу, талқылау қарастырылады. Екінші бөлім бойынша физикалық құбылыстарды модельдеу және талдау, бұл 14 сағатқа арналған. Бұл бөлімде физикалық заңдылықтарды зерттеу үшін жасанды интеллект технологияларын қолдану әдістері қарастырылады. Термодинамика, механика, электромагнетизм, толқынды құбылыстар сияқты негізгі физикалық процестерді модельдеуді танысады. Үшінші бөлім бойынша жасанды интеллект арқылы физикалық процестерді зерттеу және жобалар. Бұл 9 сағатқа арналған. Бұл бөлім бойынша оқушыларды жасанды интеллект құралдарын пайдалану, физикалық құбылыстарды модельдеу және дағдыларын дамытуға бағытталған практикалық тапсырмалар шеңберінде оқушылардың деректерін физикалық процестерді модельдеу және зерттеу жұмыстарын жүргізуді меңгереді. Жалпы бұл авторлық бағдарламада сабақ барысында қолданылатын әдіс тәсілдер, лекциялар, презентациялар, топтық жеке практикалық тапсырмалар, жасанды интеллект көмегімен физикалық процестерді модельдеу, ғылыми жобалар мен зерттеу жұмыстары және жасанды интеллект құралдары арқылы деректерді өңдеу және визуализациялау. Келетін нәтиже, оқушылар физикалық құбылыстарды модельдеу әдістерін меңгереді, жасанды интеллект технологияларын физикада қолдануын түсінеді және тәжірибеде қолданады. Жасанды интеллект көмегімен физикалық процестердің заңдылықтарын зерттей алады, деректерді жинап, өңдеп және оларды талдау қабілеттері дамиды. Ғылыми зерттеу жұмыстарына жүргізу қабілеттері артады. Жасанды интеллект жұмысы бойынша физикада біз виртуалды көптеген лабораториялық жұмыстар арқылы жұмыс жасаймыз. Соның ішінде WhatsApp бағдарламасы арқылы бұл өте көптеген физикадағы барлық бөлім бойынша демонстрациялық жұмыстардың бәрі қарастырылған. Бұны мен сабақ барысында қолданамын. Және де осы виртуалды лабораториялық жұмыс бойынша өзімнің әдістемелік құрамды шығарған болатынмын. Физика сабағынан 7-11 сыныптарда жүргізуге арналған виртуалды зертханалық жұмыстар. Бұл оқу құралы әдістемелік құрал, яғни 7-11 сыныптарда зертханалық жұмыстарды виртуалды жүргізе отырып есептеу болып табылады. Виртуалды лабораторияда оқушылар виртуалды құралдарды, аспаптар мен материалдарды қолдана отырып, компьютерлердің экранында лабораториялық және тәжірибелік жұмыстарды орындайды. Тәжірибе табиғатты танудың ажырамас бөлігі, оның заңдарын зерттеу болып табылады. Яғни өзім іс тәжірибемді физика пәнінің практикалық сабақтары STEM технологиясы арқылы оқыту арқылы осыған өз мақаламды жариялап шықтым. Яғни осы жұмыстар арқылы оқушылардың жеткен жетістіктері облыстық, аудандық деңгейдегі ғылыми жұмыстардан алған орындары мен мадақтамалары. Тыңдағандарыңызға рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар. Мен Бірлік ауылында 102-ші орта мектепте физика пәнінің мұғалімі Жанназарова Салтанатпын. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы физика және инженерия, физика пәнін STEM негізінде оқыту. Яғни бұл авторлық бағдарлама физика пәні бойынша 10-шы сыныпқа арналған элективті курс.
Мақсаты оқушыларға физика заңдарын инженерияда қолдануын түсіндіру, систем технологиясы арқылы инженерлік ойлау қабілетін дамыту болып табылады. Физикалық құбылыстарды зерттеу және оларды тәжірибе жүзінде қолдану дағдыларын қалыптастыру, инженерлік есептерді шешу және жобалық жұмыстар орындауға үйрету, болашақ мамандық таңдаудағы бағыт беретін білім негізін қалыптастыру. Міндеті теориялық білім, физиканың негізгі заңдарын, инженерия салаларын қолдануды меңгерту, жаңартылған энергия, құрылыс физикасы, көлік аэродинамикасы, робототехника сияқты салалар бойынша білім беру. Тәжірибелік дағдылар, Arduino және қарапайым электрондық схемалармен жұмыс істеуді үйрету, физикалық құбылыстарды инженерлік жобаларда қолдану арқылы тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру, жобалау және зерттеу жұмыстары арқылы функционалдық сауаттылықты дамыту. Зерттеу және шығармашылық, ғылыми зерттеу жобаларын жасауға баулу, инженерлік мәселелерді шешуге шығармашылық тұрғыдан қарауға үйрету. Кәсіби бағдар оқушыларға инженерия, ғылыми техникалық мамандықтар бойынша кәсіби бағдар беру, қазақстандық және әлемдік ғалымдардың инженерияға қосқан үлестерін көрсету. Педагогикалық жаңашылдығы, яғни интеграцияланған білім, систем әдістерін қолдану, яғни бағдарлама инженерлік есептерді шешу және жобалық жұмыстарды орындау дағдыларын дамыту үшін систем технологияларын жүйелі түрде енгізеді. Функционалдық сауаттылыққа бағытталу, жобалық және зерттеу әдістерін қолдану, яғни оқушыларға инженерлік мәселелерді зерттеп, ғылыми жобалар жасауға мүмкіндік беру. Сонымен қатар практикалық дағдыларды дамыту, Arduino платформасы арқылы қарапайым электрондық схемаларды құруды үйрету. Практикалық жаңалығы ол инженерлік есептерді шешу, ғылыми жобаларға бейімделу, зерттеу және шығармашылық жұмыстар, сонымен қатар кәсіби бағдар беру. Енді менің жасаған осы авторлық бағдарлама мазмұндық бөлімі жалпы 34 сағатқа негізделген. Соның 5 тараудан тұрады. Бірінші тарау физика және инженерия кіріспе, екінші тарау энергетика және экология, үшінші тарау электр және магниттік құбылыстар, төртінші тарау инженериядағы материалдар және құрылыс, бесінші тарау физика және көлік жүйелері. Міне осы сәйкес мен 34 сағатқа қысқа мерзімді жоспар жасағанмын. Енді мына жерде сабақтың тақырыбы, оқу бағдарламасы сәйкес оқу мақсаты және сабақ мақсаттары көрсетілген. Соны сіздерге бір үлгісін көрсетіп жатырмын. Сабақ кезеңдері ұйымдастыру, жаңа сабақ, топтық жұмыс, практикалық қорытынды. Енді осы жерде практикалық жұмыс жасайтын кезде оқушыларға физикалық заңдарға негізделген инженерлік есептерді эксперименттік жолмен шешу тапсырмасы, дыбыс жылдамдығын, үйкеліс күшін немесе сұйық қысымын өлшеуге арналған құралдармен жұмыс жасау, осы практикалық жұмыстарға қатысты тағы да мен 34 сағатқа негізделген әр қымызға сәйкес практикалық жұмыстарды құрғанмын. Яғни сол арқылы мына жерде бала қажетті құралдар, жұмыс барысы және ол жұмыстан кейін қандай жаңағы есептеулер жүргізу керек, соның барлығы мына жерде кестеде салынған. Енді осы арқылы мен жаңағы физика пәнін оқытудың теориясы мен әдістемелік негіздері тақырыбында Қызылорда облыстық өрлеу біліктілік арттыру орталығында әдістемелік нұсқаулығы басылып шықты. Және осыны мен сабақта пайдалану арқылы ғылыми жұмыстардан аудандық облыстық көлемде оқушылардың жүлделі орындарды иеленіп жүр. Жақсы, рахмет, тыңдағандарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме? Мен Ғани Мұратбаев атындағы номер 17-ші орта мектептің физика пәнінің мұғалімі Сыдық Ақерке Қайратқызымыз. Авторлық бағдарламаның тақырыбы АИ көмегімен физика есептерін әзірлеу, ұлы ғалымдардың ашқан жаңалықтары оқуға қалай көмектеседі тақырыбында 7-9 сынып оқушыларына арналған 34 сағаттан тұратын бағдарлама болып табылады. Бағдарламаның өзектілігі қазіргі заманға білім беру жүйесінде физика пәнін оқыту, жаңа әдістер мен технологияларды енгізуді талап етеді. Бұл қажеттілік білім беру саласындағы инновациялар мен ғылымның жаңа бағыттарын, әсіресе жасанды интеллект саласын игерудің маңыздылығын көрсетеді. Жұмыстың ғылыми әдістемелік деңгейі, бұл авторлық бағдарлама физика пәнін оқытуда заманауи ғылыми жетістіктер мен жаңа технологияларды енгізу арқылы оқыту әдістемесін жаңарту мақсатында жасалған. Бұл авторлық бағдарламада жаңашылдықтың бірнеше маңызды аспектісі бар. Олар қазіргі білім беру саласындағы озық тенденциялар мен технологияларға негізделген. АИ құралдар арқылы оқушыларға физика есептерін шешу әдістері мен физикалық құбылыстарды модельдеу ұсынылады. Жалпы жұмыстың бағдарламаның мақсаты
оқушыларда физика ғылымын заманауи әдістермен атап айтқанда жасанды интеллект құралдарын қолдану арқылы оқыту, олардың физикадағы ғылыми жаңалықтар мен АИ арасындағы байланысты түсіну қамтамасыз ету, шығармашылық және зерттеушілік дағдыларын дамыту. Міндеттері физика мен АИ арасындағы байланысты зерттеу, физика есептерін шешуде жаңа әдістерді қолдану, ғылыми жаңалықтар мен тарихи тұлғалардың рөлін көрсету, зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерді дамыту, физика мен информатика пәндері арасындағы байланысқа назар аудару және жасанды интеллекттің мүмкіндіктерін толық түсіну. Теориялық маңыздылығы оның физика мен жасанды интеллектті үйлестіре отырып, оқыту әдістерін енгізуінде жатыр. Ал практикалық маңыздылығы оның оқушыларға тек теориялық білім беріп қана қоймай, сонымен қатар нақты өмірде қолдануға болатын практикалық дағдыларды дамытуға бағытталғандығына жатыр. Білетін нәтижелер мен оларды тексеру тәсілдеріне тоқталатын болсақ, оқушылар физика пәнінде жасанды интеллекттің қолдануы туралы толық түсінікке ие болады және бұл байланысты ғылыми тұрғыдан негіздей алады. Оқушылар физика есептерін шешу үшін АИ алгоритмдерін қолдана алады, математикалық модельдер құра алады және оларды қолдану арқылы физикалық мәселелерді шешеді. Оқушылар шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерін дамыту арқылы ғылыми әдістерді қолдануға дағдыланады. Олар өздігінен зерттеу жұмыстарын жүргізіп, эксперименттер жасауға дайын болады. Және де оқушылар ұлы ғалымдардың ашқан жаңалықтарын қазіргі ғылыммен байланыстыра отырып, олардың физика саласындағы маңызын түсінеді. Тексеру тәсілдеріне тоқталатын болса, ғылыми конференциялардың тақырыптық семинарлар өткізу, онда оқушылар ұлы ғалымдардың еңбектерін талдап, оны қазіргі ғылыммен байланыстыра алады. Қорытынды тесттер мен диагностикалық тапсырмалар арқылы оқушылардың алған білім деңгейі бағаланады. Практикалық тапсырмалардың жобалық жұмыстар және де кері байланысы пен практикалық жұмыстарды қорғау оқушылардың теориялық практикалық дағдыларын бағдарлаудың тиімді әдісі болады. Жалпы бағдарлама 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім АИ және физика, ұлы ғалымдардың жаңалықтары, АИ құралдары және әдістері, ұлы ғалымдардың ашқан жаңалықтардың әсері, физика есептерін шешудің АИ әдістері. Нормативті бөлім күнтізбелік тақырыптық жоспар жалпы 7-9 сынып оқушыларына арналған аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағаттан тұратын қысқа мерзімді жоспары қамтылған. Әдістемелік бөлімде жалпы оқушылардың физика мен жасанды интеллекті интеграцияланған түрде меңгеруіне мүмкіндік беретін заманауи құралдар мен әдістемелерді ұсынады. Бұл бөліктің нәтижесінде оқушылар тек теориялық білім алумен шектелмей, ғылыми және практикалық дағдыларын дамыту арқылы қазіргі заманғы ғылым мен технологияларды терең меңгеруге дайын болады. 5-ші құрылымында оқытуды ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқаулар, жалпы бұл жерде оқу тәрбие үдерісін ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдеріне сипаттама, сабақ өткізу формалары көрсетілген және де мұғалім мен оқушыларға арналған әдебиеттер тізімі салынады. Және де жұмыс дәптері жасалынды. Бұл жерде жалпы оқушылар осы жұмыс дәптерлері арқылы осы тапсырмаларды берілген жұмыстарды орындай алады. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме? Мұстафа Матаев атындағы нөмір 170-ші орта мектебінің биология пәні мұғалімі Жеткерген Зульфина. Авторлық бағдарламамның тақырыбы заманауи микробиология. Заманауи микробиология авторлық бағдарламамда негізінде бірінші бөлімінде жалпы авторлық бағдарламаның мақсат міндеттері, күтілетін нәтижелер және бір жылдық жоспар 36 сағатқа бағытталған, және де сол 36 сағаттық жоспар бойынша қысқа мерзімді жоспар және көптеген тапсырмалармен
жұмыстар салынған. Заманауи микробиология авторлық бағдарламасының негізгі мақсаты биологияны оқытудың жоспарланған нәтижесіне жетуде оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру, биотехнология ғылымының даму тенденциялары мен жетістіктерімен таныстыру, биологиялық объектілердің қызметін пайдалану негізінде іске асырылатын қазіргі заманның өте тиімді де биік деңгейдегі технологиясын меңгерту. Заманауи микробиология авторлық бағдарламаның негізгі міндеттері биотехнология туралы алғашқы ұғымдарды қалыптастыру, оқушының өз бетінше іздену жұмысына бағыт бағдар беру, және үшінші міндет биотехнология ғылымының қоғамдағы тұрмыстағы рөлін дәлелдеп көз жеткізу болып табылады. Заманауи биотехнологиялық авторлық жобамдағы күтілетін негізгі нәтиже микробиология ғылымының маңыздылығын оқушылар терең түсінеді. Курста оқушылар қоршаған ортаны қорғауға, ауыл шаруашылығында, тамақ өнеркәсібінде, денсаулық сақтауда, жалпы адамға қажетті өнімдерді биологиялық объектілердің көмегімен өндіру әдістерін меңгереді. Биотехнология мүмкіндіктерін тәжірибе жүзінде қолдана отырып, барлық мүмкіндіктерді кеңейте алады. Биологиялық заңдылықтардың мәнін дұрыс түсініп, оларды тәжірибе жүзінде орынды қолдана біледі. Жоғары деңгейдегі оқу дағдыларын дамытады және іздене алады. Заманауи микробиология бағдарламасының тақырыптық жоспары 36 сағаттық тақырыптық жоспарында жалпы биотехнологияның ғылыми пән ретіндегі даму тарихы, бұл ғылымның негізгі мақсат міндеттері, негізгі бағыттары, биотехнологияның жалпы тамақ өнеркәсібімен, сүтті ашыту, нанды ашыту, жеміс жидектерді алу, көптеген медициналық саңырауқұлақтардың түрін, бактериологиялық тыңайтқыштардың түрін өсімдіктерде қорғау жолдары, биотехнология өндірістің негізгі алыну жолдары барлығы практика жүзінде қамтылған. Осы 36 сағатты қолдану барысында мен оқушылардан көп нәтижелерге жеттім. Яғни бұл курс таңдау курсы ретінде болғандықтан оқушыларда ұбт-ның уақытында тест жұмыстарында көптеген функционалдық сауаттылығын арттыруда, көптеген тапсырмалар барысында жақсы жетістіктерге жетті деп айта аламын. Енді бұл жалпы микробиологияның құрылымы медицинамен, микологиямен, санитарлық микробиологиямен, ауыл шаруашылығымен, ғарыштық техникалық барлық саламен тікелей байланысты болғандықтан бұл ғылым бізге терең ғылым ретінде оқытылды. Тәжірибе барысында оқушыларым тағам өнеркәсібін зерттеу барысында еттің құрамын, тыңайтқыштардың құрамын, өсімдіктердің жалпы өсу барысындағы бойындағы бактериялардың жойылу қабілеттерін зерттеу барысында көптеген жетістіктерге жетті. Сол жетістіктердің нәтижесінде аудан бойынша, облыс бойынша алғыс хаттарға үздік зерттеуші, үздік практикалық зертханалық жұмыстар нәтижесінде оқушыларым жақсы көзге түсіп, марапаттарға ие болды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен Мұстафа Матаев атындағы 7-ші орта мектептің биология пәнінің мұғалімі Лива Көркем Талғатқызы боламын. Авторлық бағдарламаның тақырыбы биологиялық практикум. Бағдарлама мақсаты жаңартылған мазмұнда биология пәнін оқытуда мектеп оқушыларының практикалық біліктіліктерін қалыптастыру. Бағдарлама міндеттері оқушылардың білім меңгеруіне жағдай жасау, биологиялық зерттеулердің қарапайым әдістері мен ақпаратты қолданып, биологиялық объектілерді
құралдармен жұмыс істеу біліктілігін қалыптастыру, оқушылардың ой өрісін кеңейту, өз ойын еркін сөйлеп айта білуге, кез келген жағдайда шешім қабылдауға мүмкіндік жасау, оқушылардың өз білімін саралауға, өздігінен ізденіп қорытынды жасауға үйрету. Күтілетін нәтиже оқу бағдарламасын игеру барысында берілген қосымша тапсырмалардан пәндік деректер бойынша көптеген ғылыми ізденістерге бағыт бағдар алады, білім алушылардың логикалық ойлау деңгейлері мен биологиялық сауаттылығы артады, түпкі нәтиже білім сапасын арттыру болып табылады. Авторлық бағдарламаға сәйкес биология негіздері атты факультативтік курсын 34 сағаттан құралады, аптасына 1 сағаттан. Биология негіздері деп аталу себептері биологияда 7 сынып пен 11 сынып аралықтарында зерттеу жұмыстарын көп қажет ететін тақырыптар қамтылған. Курстың нәтижесінде ізденіс, шеберлік, тәжірибе міндеттері болады. Ізденіс биология негіздері курсы аясында өз өлкемізде өсетін өсімдіктердің түрлерімен танысу, Қазалы ауданында өсетін өсімдіктердің қызыл кітапқа енген түрлерін насихаттау. Шеберлік, мақсат міндетті айқын жоба құрастыру, жоспар төңірегінде зерттеулер мен саяхаттар ұйымдастыру, білім алушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру. Тәжірибе, мектеп бойынша өлкетану жобасының жан-жақты жүргізілуіне үлес қосу, білім алушыларды жергілікті жерде өсетін өсімдіктердің дәрілік пайдасын зерттеуге қызығушылығын ояту. Факультативтік курстың нәтижесінде оқушыларымыздың жоба құру барысында түскен суреттерін сіздерге ұсынғалы отырмын. Яғни оқушылар өз Қазалы ауданында өсетін өсімдіктерден, кепсе-шөптерден гербариялар жасап, одағы өсімдіктердің адам денсаулығына пайдасын және жануарларға пайдасын, одан қалды биологиялық маңызын атап айтқанда, өсімдіктердің көбеюін, қай тұқымдасқа жататындығын зерттеп, QR код арқылы енгізді. Ал төменгі жағындағы фотосуреттерде оқушылардың өсімдіктерді өсіру барысында тамыр арқылы көбею, сабақ арқылы көбею және тұқым арқылы көбею әдіс тәсілдерін зерттеп, өздеріне тиімді әдістерді пайдаланып жүр. Сонымен қатар өсімдік тамырларының құрылысын да зерттеп танысуда. Одан кейін оқушылардың тек қана өсімдіктермен айналысып қана қоймай, адам ағзасында кездесетін аспырту, тыныс алу, адам қаңқасы, өкпенің құрылысы секілді адамның ішкі мүшелерін қалдық заттарды қолдану арқылы өздерінің макеттерін жасап, жоба аясында қорғап, өздерінің алғыс хаттарымен марапатталуда. Яғни міндетті түрде мұғалім болғаннан кейін біз жетістікпен бағаланып отырамыз. Оқушыларымыздың жетістігі аудандық, облыстық олимпиаданың жеңімпаздары, түрлі аудандық ұйымдастырылған іс-шаралардың жеңімпаздары. Оның ішінде атап айтатыны, осы курстың негізгі пайдасы оқушылар өз мамандық таңдауда тиімді мамандық таңдауға өз-өзін бағыттайды. Одан қалды оқушылар өздерінің мектептен алғаннан кейінгі білімі олардың әртүрлі оқу орындарына грантты ұтып алуы. Қазіргі таңда көптеген оқушыларым Қазақстанның белгілі облыстарында өздерінің биология пәнінің мұғалімі, медицина саласының қызметкерлері және биотехнология саласында көптеп қызмет жасауда. Яғни мұғалім үшін жеткен жетістігіміз Қазақстан Республикасына білікті, білімді ұрпақ қосумен негізделіп отырмыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі бірден асты. Әріптестер, бірінші конференцияның бірінші несі аяқталды, 40 минуты. Енді 10 минуттан кейін осы сілтемемен екінші 40 минутты конференцияға қосыласыздар.